Саламатсыздар ма? Құрметті Бұлақ балабақшасының ұжымы. Есім Александр, Стешенко Амалин әкесімін. Сіздерді қазақ тілі апталығының ашуымен шын жүрекпен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Көрпе алып келдім, таң шолпан тобынан. Бұл құрақ көрпе халқымыздың құрасаң көздің жауын алатын, пайдалансаң қажетіңді өтетін бір ұлттық бұйымдардың бірі. Бұл дейтін әдемі маталардан құралып тігіледі, арасына мақта салынады, түйенің қойдың жүні салынады. Бұл құрақты қазақта туысқандардың бауырмашылдығын біріктіру үшін құралатын ұлттық бұйымдардың бірі. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Жақсы. Кіре қойыңыз. Осы апталық сіздерде қазақ тілі апталығы келді. Соған орай шебердің қолы ортақ атты тақырыпты сіздерде тақырып болып жатқан себептен мен сәукеле алып келдім. Бұл сәукеле қыздардың басына киетін бас киім. Бұл сәукелені қыздарға кигізеді, шаштарына көз өтпес үшін. Ол сәукеле үкімен безендіріледі, және қазақша ойындармен безендіріледі. Және де жерлерінде сылдырмақтары болады. Осы өте жақсы, керемет, рахмет сендерге. Baskan jeri sıkırlap gelip kaldı. Yamalısı üst kurup ayaz bekar. Karı kudan kız gelip arayı saldı. Ustalay bakın giyen ok şuraydı. Ayaz binen sağlık asan vardı. Selim babam selim. O selim. Cihan selim. Anam selim. Koy. Yalçın dikim, sen dikim, anahtarım böyle koymaktanmışım. Ye dikim, anahtarım arım bul. Uyatın boktur bitse, yetimde arım. Ustanın de kurmitse. Oy жарай! Былай ойнап, бала-бала-балақан, қане қайсы алақан, саусақтарын айбат, былай ойнап, бір қадам алға басамыз, алақанын тоқтатсам, бір қадам артқа басамыз, аяқпенен тоқтатсам, бір қадам алға басамыз, Қызыл асық бұқ жатыр. Қой қасына. Көрсет. Дұрыс. Айта қой. Бір қызыл асық бар. Сары асық бар. Көк асық. Қызы бұқ жатыр. Сары бұқ жатыр. Көк шық жатыр.
не болды адам мінезіне қарай Иә. басқа Жаңағы мысалы манадан бері бес санына байланысты бес тас ойнадық, одан кейін жаңа Абайдың бес жаңағы әдемі сөзін айттық, иә бойымызға сіңірейік деп. Одан кейін ертегі құрастырып отырып керемет тілектер айтып манаданшы. Соған байланысты енді өздеріңіз мына түске бәріне бір қорытынды жасап, бір сөзден. Ана мен айтып өттім ғой сіздерге. Қайырымдылық, адамгершілік деген сияқты бір жаңағы ойындарыңызды түйіндеп келіп, осымен бір сөзбен жазып шықсаңыз, мысалы, сыпайы. Сарыға сыпайы болып. тіліміз өрле берсін, өркендей берсін, биіктен көріне берсін. Соған Келесі, Алғасбай дейтін аталар бар ма? әжесі бәрі аттан. Бәріңіз бір сөзден айтып шығыңыз. Еліміз аман болсын. Бақытты балалық шақ тілеймін балаларымызға, немерелерімізге. Бәріміз аман болайық. Нарымыз көп болсын. Әрбір атқан таң бақыт пен қуаныш әкелсін отбасымызға. Бәріміз жақсылық тілеймін. Тәуелсіздігіміз мәңгі болып, қазақ тіліміз жасасын. Екі өмірдің бақытын тілеймін баршаңыз. Ойнап күліп, осы берекелі ғұмыр кешіңіздер. Астана ашық болсын. Үлкен адамдарымыз, қарттарымыз аман болсын. Елімізде тек бейбітшілік орнатсын.